Өз Telegram ботыңызды жасағыңыз келеді ме? Олай болса, осы видеоны аяғына дейін қараңыз. Telegram ботын жасау қазіргі уақытта өте сұранысқа ие жұмыстардың бірі. Және де оны жасау қатты қиын емес. Мен сіздерге осы видеода Telegram ботын нөлден бастап қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Сіздер менің артымнан қайталап отырсаңыздар болғаны. Мен Райфул Саят, сіздер ақылды код каналындасыздар. Мен видеоны 3 бөлікке бөліп қойдым. Бірінші бөлігінде Python тілін орнатамыз, және де Python тілінде код жазуға арнайы құралдарды орнататын боламыз. Екінші видеода өзіміздің шағын ғана эхоботты жасаймыз. Ол эхобот сіздер жазған хатқа тура сол хатпен кері жауап беретін болады. Үшінші видеода сол ботты ары қарай дамытып, толық функционалдар қосатын боламыз. Ол боттың ішіндегі функционалдарға мыналар кіретін болады. Өзіңіздің қалаңызды орнату, және де ол қаланы өзгерту, және де боттың ішінде менюді қосатын боламыз. Одан кейін ауа райдың API-ін қолдану арқылы қазіргі уақыттағы ауа райды алатын мүмкіндікті қосатын боламыз. Олай болса, іске кірісейік. Ендеше Pythonды орнатайық. Ең бірінші Chromeға кіреміз. Онда Python 3.11.9 download деп жазамыз. Python 3.11.9. Ең астына түссек, Windows Installer 64 деп тұрады. Осы жерді басамыз. Бізде Pythonның орнатқышы жүктеледі. Оны бірден басып жібереміз. Бізден андай терезе шығады. Бұл жерде міндетті түрде add Python exe to pass деп басамыз. Бұл не үшін керек? Біздің компьютеріміздегі кез келген орнынан ашылған терминал ішінде Python деген шағын команда арқылы осы орнатылған Pythonды көру үшін керек. Егер мынаны қоймасақ, ол терминалымыз Python деген командадан түсінбейтін болады. Соған галочканы қойып кетеміз міндетті түрде. Сосын install now. Бұл жүктеле берсін. Оған дейін екінші PyCharm'ды орнататын боламыз. PyCharm Community. Мінекей, бірінші PyCharm Community деп іздесеңіздер, ең бірінші сілтемеге кіресіздер. Осы сілтеменің ішінде бұның екі түрлі версиясы бар. PyCharm Professional и біз орнататын PyCharm Community Edition. Professional дегеніміз анау ақылы нұсқасы, ал мынау тегін нұсқасы. Сондықтан осыны жүктейтін боламыз. Бізге тегін нұсқасының мүмкіндіктері толықтай жетеді. Download. И осы жерден мінекей confirm. Бізге мынау келе береді. 3 минут қалды деп тұр. Ол келе бергенше жаңағы Python'ымызды аяқтай салайық. Бітті. Setup was successful. Python орнатылып қойды. Жабамыз. Мынаның жүктелгенін күтеміз. Сіздер енді күтсеңіздер болады. Бірақ менде бұл уже орнатылып қойған. Сондықтан мен оны тоқтата салып, қазір орнатсам болады. Мұнда мінекей PyCharm Community менде орнатылып қойған. Сондықтан жүктеліп қойған, соны орнататын боламыз. Мынаны тоқтата салам. Сіздер толықтай жүктеңіздер, содан кейін сіздерде загрузки бөлімінде тұрады. Мінекей, оны орнату былай жүзеге асатын болады. Басамыз. Енді next. Мұнда қай папкаға орнататамызды таңдаймыз. Егер сіздерде бір ғана диск болса, онда керек емес. Ештеңе өзгертпесеңіздер де болады. Тұрақты түрде ол мына жерде C program files JetBrains PyCharm Community Edition'ның ішіне орнатылатын болады. Мен бірақ бұл жерге орнатпаймын. Мен бүкіл программаларды басқа дискке салатын боламын. Этот компьютер, оның ішінде development, мұнда programs, соның ішінде PyCharm. Осы жерге орнатамын. Окей. Мінекей. D programs PyCharm Community Edition деген жерге орнататын боламын. Сіздер өзгертпей қала берсеңіздер де болады. Next. Енді мұнда барлық жерге галочка қоямыз. Міндетті түрде PyCharm Community Edition desktop shortcut дейді. Бұл ярлық на рабочий стол. Егер қаласаңыздар қоясыздар, сонда мынау рабочий столда ярлық шығып тұрады. Сілтеме осы PyCharm'ды бірден аша алатындай. Сосын add open folder as project дегеніміз ол мынау үшін керек. Мұнда мысалы қазір бір проектке мысал көрсете салайын. Python ішінде кез келген мына жерге shift және мышканың оң жағын басқан кезде open folder as PyCharm project деген мынандай менюді көріп тұрсыздар ғой, тармақты. Осыдай нәрсе шығу үшін мына жерге галочка қойып өтеміз. Add open folder as project дегенді. И келесі create associations.py дегеніміз ол бүкіл Python файлдарды мысалымыз қарап тұрыңыздар. Менде PyCharm орнатылған, PyCharmның ақылы нұсқасы. Сонымен бүкіл Python файлдарымды PyCharmмен ашатындай көрсетіп тұр. Осындай нәрсе болу үшін мұнда py деп қойып кетесіздер галочканы.
және add bin folder to pass дегеніміз жаңағыдай pass деген системный переменныға осы пайчарымның тура осы питонның пайчарым нұсқасының bin фолдері бар ғой, bin деген папкасы, соны пасқа қоямыз. Оның арқасында біз питонға қатысты pip және де пайчарының өзінің командалары, подкапотный бүкіл командалары мүмкіндікке ие болады. Біздің кез келген терминалдың әр жерден шақыру үшін, компьютердің кез келген жеріне терминал ашып, осы командаларды орындай алу үшін. Барлық жерге галочка қойғаннан кейін next деп басамыз, және JetBrains дегеніміз бұл пускты басамыз ғой, сол жерде JetBrains деген атпенен бізде доступны болып тұрады. Осы JetBrains астында install деп басамыз. Онда JetBrains орысша жазып өтем. JetBrains. Менде қазірше жоқ, кейінде оны орнатқаннан кейін осы жерден шығатын болады JetBrains. Осы пуштағы папка ретінде көрсетілу үшін керек қой. Осының орнатылған толықтай күтеміз. Reboot now деген нұсқасы бар. I want to manually reboot later деген нұсқасы бар. Қазір компьютерді перезагрузға жібереміз, мынау болса кейінде перезагрузға жібереміз деген нұсқасы. Екінші таңдап finish дей саламыз. Бітті. Жаңағы байқаңыздар, MainPy дегеніміз менде ассоциацияға қойғандықтан PyCharm Community'дің версиясына ауысып кетті. Алдында PyCharm Professional еді, сары болып көріп тұрған сары иконкасын көріп тұрсыздар. Енді мына жерде отырып алып көрсетейін. Жаңағы екінші қойған галочкамыз бар ғой, Open as folder деген. Соның арқасында PyCharm Community бірден менюға, контексттік менюға қосыла кетті. Кез келген папканың ішінде мышканың оң жағын басу арқылы, егер сізде Windows 10 болса, ал егер Windows 11 болса, бірінші мынандай меню шығады мышканың оң жағынан. Показать дополнительный параметр десеңіздер, мына меню шығады, контексттік меню. Осы жерді ашу арқылы көре аласыздар. Немесе бірден ашқыңыз келсе, Shift және мышканың оң жағы десеңіздер, бірден осы ашылады Windows 11-де. Open folder as PyCharm Community Edition Project. Кіреміз. Менде бұрыннан PyCharmның настройкалар болғандықтан осындай айқын ашып тұр. Сіздерде шығып қалса skip import деп баса саламыз. Шықпауы да мүмкін. Skip import. Енді Trust Project, Preview and Save Mode, Don't Open. Мынау 3 кнопка нені білдіреді? Мынау PyCharm әдеттегідей кез келген папкаларға сене бермейді. Сондықтан осы біздің ашып отқан проект папкасын Trust Project деп бассақ, ол осы папкаға сенетін болады. Сондықтан ешқандай қауіпсіз деп аша береді. Ал Preview and Save Mode деген қауіпсіз режимде көру. Демек, мына жерге сенбейміз, біз просто қауіпсіз режимде ашамыз. Ал Don't Open ол ашпау деген сөз. Trust Open дейміз. Trust Project кешіңіздер. Болды. Қарағандарыңыздай мұнда жазылған тестовый скриптіміз ашылып тұр. Проекттің өзі осы JetBrains-тің ішінде ашылып тұр. Сонымен осы видеода біз Python-ды орнаттық. Оны Python 3.11.9 деген версиясын. Және де PyCharm Community Edition-ді орнаттық. Бұл екеусі бізге таптырмас құралдардың бірі. Python-дағы разработка үшін ең мықты құралдардың бірі болып есептеледі. Енді PyCharm Community-ді неге орнаттық? Себебі ол тегін. Ал сіздер қаласаңыздар PyCharm Professional Edition-ді орнатсаңыздар болады. Ол ақылы, алайда оны студенттер егер де студент болсаңыз, PyCharm Professional-ды тегін 1 жылдық лицензиямен қамтамасыз етеді сіздің университетіңіз. Соны пайдаланып 1 жылға лицензия алсаңыз болады. Осымен біздің видеомыз аяқталады. Келесі видеода біз өзіміздің шағын ботымызды жасайтын боламыз. Ол бот EchoBot деп аталады, және ол бот сіздің жазған хатыңызға өзіңіздің хатыңызбен кері жауап қайтаратын болады. Келесі видеоларда жолыққанша ақылды кодпен бірге болыңыздар.